Авторизация. Егер жалға алушы банктың клиенті болса, телефон номері мен парольді енгізіңіз. Сондай-ақ, ЭЦК арқылы кіру тармағын таңдап, ЭЦК арқылы авторизациялауға болады. ЭЦК арқылы кіру батырмасын басқаннан кейін, жалға алушыда авторизация терезесі пайда болады. Егер жалға алушы кезекте тұрғандар тізімінде болмаса, бірақ банктың клиенті болса, онда оған басты парақша көрсетіледі. Егер жалға алушы кезекте тұрғандар тізімінде және банктың клиенті болса, онда оған өтінім беру мүмкіндігі бар басты бетті көрсетеді. Субсидиялау мен жалға алу бойынша өтінім беру батырмасын басу арқылы жүргізіледі. Осыдан кейін өтініш беру терезесі пайда болады. Құжатқа қол қоймас бұрын, жалға алушыға шарттың талаптарымен танысуға мүмкіндік беріледі. Танысу түймесін басу керек. Келесі қадам, жалға алушыға құжатқа қол қою тәсілдеріне таңдау беріледі. ЭЦК мен қол қою egov.kz порталында онлайн немесе халыққа қызмет көрсету арқылы бұрын алынған ЭЦК мен құжатқа қол қою мүмкіндігі беріледі. QR мен қол қою құжатқа онлайн түрде қол қоюға мүмкіндік береді. Ол үшін egov Mobile мобильді қосымшасын жүктеп, онда тіркелу қажет. Егер авторизация өткен болса, онда қосымшаны ашып, беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы QR сканер белгішесін басып, QR санау үшін телефонды экранға апару қажет. Жалға алушы қол қойғаннан кейін, жалақы мөлшерін көрсету бөлімімен танысу керек. Егер жалға алушы жеке кәсіпкер, міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден босатылған мекеменің қызметкері немесе жұмыс істейтін зейнеткер болса, онда тиісті терезеде кіріс сомасын толтыру қажет. Егер жалға алушы жоғарыда көрсетілген санаттарға жатпаса, терезелерді бос қалдырып, жіберу батырмасын басу қажет. Жалға алушы жіберу түймесін басқаннан кейін, экранда әрекетті жалғастыруға келісім туралы хабарлама пайда болады. Бас тарту түймесін басқан кезде, жалға алушы нысанды толтырудың басты бетіне оралады. Келісім батырмасын басқан кезде, жалға алушының деректері өңделеді. Деректер тексеруге түскеннен кейін, ұялы телефонға 1414 нөміріндегі egov операторынан ақпарат жинауға келісім беру туралы SMS келеді. Жалға алушы SMS арқылы келісім кодын жіберіп, келісімді растауы қажет. Оған 15 минут беріледі. Уақыт өтіп кетсе, операцияны қайталау қажет. Егер отбасы мүшелерінің жеке деректері келмесе, жаңарту батырмасын басу қажет. Отбасы мүшелерінің жеке деректері жаңартылғаннан кейін, келесі отбасы мүшелеріне де келісім беру қажет. Әйеліне немесе жолдасына, 18 жастан 23 жасқа дейінгі балаларға келісім беру қажет. 18 жасқа толмаған балаларға келісім қажет емес. Әйелі немесе жолдасы, 18 жасқа толған балалар құжатқа отбасыбанк.kz порталында қол қоя алады. Ол үшін жеке кабинетке қонақ ретінде кіру қажет. Субсидиялау мен жалға алу бөліміне өтіп, өтінімді ашып танысқаннан кейін, ЭЦК арқылы құжатқа қол қойыңыз. Ерлі-зайыптылар, 18 жастан 23 жасқа дейінгі балалардың құжатқа қол қойылғаннан кейін, келісім үлгісі қалыптастырылады. Жалға алушыда бір ай көлемінде берілген уақыт өтіп кеткен жағдайда, жеке кабинетте субсидиялау мен жалға алу бөліміне өтіп, жүргізілген өтінімді жалғастыру қажет. Жалға алушы өтінімдерді белсенді, немесе аяқталған өтінімдер деп аталатын терезелермен өту арқылы көре алады. Сондай-ақ, жалға беруші бүкіл өтінімдерді барлығы парақшасында көре алады. Өтінімді барлық отбасы мүшелері растағаннан кейін, жалға берушіде тексеру нәтижесі жүргізіледі. Деректер 4 сағатқа дейін өңделуі мүмкін. Егер тексеру нәтижесі пайда болмаса, жаңарту түймесін басыңыз. Тексеру расталған жағдайында өтінімнің параметрлері көрсетіледі және хабарламаны жүктеу батырмасы пайда болады. Ал тексерістен өтпеген жағдайда, тиісті терезеде бас тарту себебі көрсетіледі.